Сәлем достар. Біз бөденелерімізге қосымша корм ретінде гидропоника жасап бермекшіміз. Соның гидропониканың жасалу жолдарын, этаптарын сіздерге айтып өтейін. Ең бірінші бізге керек мынандай бидай, ақ бидай, болмаса қара бидай да болады. Осыны таза қылып жуамыз бірінші. Таза қылып, міне суы мөлдір болу керек. Міне 3-4 рет жуып алғаннан кейін бұны жаңағы құр өзін бүйтіп суға қойып қойса болады, бірақ бұл жаңағы не қылып кетеді, жаңағындай плесень болып көгеріп кетеді. Сол көгермес үшін бұны 15 минутқа бірінші марганцовкаға саламыз. 15 минутқа кәдімгі шай марганцовка. Бұны бір көп емес, шырпаның ұшымен ғана аз ғана саламыз қазір. Міне өстіп марганцовка араластырып аламыз бір. Осылай 15 минутқа қойып қоямыз осыны суымен қосып. Содан соң 15 минуттан кейін мына марганцовкасын төгіп, суын тағы бір рет шайып, сосын одан кейін мынандай хлормен тағы да 15 минутқа қоятын боламыз. Мынандай таблетка хлор. Осының бір таблеткасын суға саламыз да, ерітіп, сосын мынаған салып, осылай оны да 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Хлормен де осылай 15 минутқа қойып болғаннан кейін, оны да суын тазалап, жаңағыдай бір-екі рет жуып, содан соң қайтадан алып, бір суткаға осылай жыл суға салып қойып қоямыз. Бір сутка, одан кейін барып поддонға бір ыдысқа жайып қоятын боламыз. Гидропоника екінші күн. Бүгін уже міне тамырлары мен сабағы көріне бастады. Әлі де 3 мезгіл суарып тұрмыз. Әлі де бетін матасын алған жоқпыз. Кешке жақсын алып тастаймын уже. Бүгіндікке пока матамен тұрады. Түнде алып тастаймын. Жағдайы жақсы. Главное, көгеріп кетпеу керек, шіріп кетпеу керек, иістеніп кетпеу керек. Әйтпесе жемге жарамай қалады, достар. Соны байқаймыз, иә. Технология бойынша жасалынса, бәрі әдемі шығады, алла жазса. 7 күнге шейін бақылаймыз. Гидропоника 3-ші сутки. Так, бетінде осындай ростовтар пайда бола бастады. Яркий зеленый. И астында мындай корневая система. Керемет. Иісі керемет. Уже бүгіннен бастап шетінен сөгіп, бөденелерге бере бастадық. Неге, достар? Сәлем рационға қосып атырып, осы майдалап турап береміз. Витграсс гидропоника. Бұның ішінде витаминдері өте көп. Тамыры жоғары проценттік протеин, бидайы бізде клетчатка болып табылады, микрозелень, әртүрлі витаминдер, микроэлементтер. Осындай пайдалы.
Бұның құрамындағы кальций сиыр сүтіндегі кальцийдің несінен де концентрациясынан да көп болып есептеледі. Сондықтан да бұл жұмыртқа тууға, жұмыртқаның сыртыңғы қабығының қалыптасуына, бұл дүниелерге өте де керемет витамин. Виткрас деп қарасаңыздар болады, шетелдіктердің бәрі осыны кәдімгі суперфуд дейді. Суперфуд, супер тағам. Витамин ретінде кәдімгі кісілер, адамдар да қабылдайды. Қазақстанда бізде енді бұл танымал болып жатыр. Главное, бұны шірітіп алмай, көгертіп алмай, осылай әдемі қылып өсіру керек технологиясы бойынша. Мына жерде уклонмен тұр бізде. Артық суының бәрі ағып кетеді. Кескен кезде, вообще жалпы өсіп тұрған кезде свежий салаттың, свежий зелень иісі шығып тұру керек. Басқа шірген, бөгде иістер ондай болмау керек. Басқа андай жаман иіс болды ма, болды, значит, ол бидай бүлініп кетті деген сөз. Ондай бүлініп кеткен гидропониканы тамаққа, малға да, құсқа да беруге болмайды. Енді әдемі свежий салатты қазір таңертең завтраққа бұл дүниелеріміз жейтін болады. Керемет. Иісі қандай күшті, көктемнің иісі шығып тұр. Дала бізде аяз, біздің бөлмелер көк шөп жейтін болады қазір. Табиғатта да негізі олай, осылай тамыр, шөп, дәнді дақыл жейді ғой. Өте керемет тағам. Сырын болсын. Мынау енді ұрғашы. Мекені мынау. Қазір мекенінің алдында моншақтары болады. Алды. Теңбіл. Осындай моншақтары болады. Және бұны құйрығын басқанда ондай еркек қораздары сияқты көбік шықпайтын болады. Енді салмағын өлшеп көреміз. Екі жүз 288. Жаңа еркегі 269 бет, енді 288.
порцияға бүгін 6-шы күн. Мына жақтан 2-ші порцияны дайындап жатырмыз. Мынаның астын бәрін дезинфекциялап тормен жуды. Жолдасым бәрін дайындап берді. Мынандай оборудование, устройство жасап, қараңыздар қандай күшті мына жерде. Ровно қанша сантиметр мына жерде? 4 сантиметр, 2 сантиметр. Сондай алғанда асты 1,5-2 сантиметр қалыңдықта ровно түседі. Тартқан кезде асты 1,5-2 сантиметр қалыңдықта түседі. Өте күшті, осылай ПВХ-дан жасады. Өте ыңғайлы. И мына жерде уклонмен тұр. Артық су былай қарата ағып кетеді. Астында ешқандай су қалмайды, шірімейді. Мынандай әдемі виткрас өсіп шығады. Біздің балапандарға өте ұнап жатыр, беріп жатырмыз. Молодняк 15 күндік балапанға беріп жатырмыз. Және де 32-33 күндік балапандарға беріп жатырмыз. Салмақ жинау үшін, жұмыртқаға тезірек шығу үшін астынандай. Ешқандай көгерген жоқ, сасыған жоқ, шіріген жоқ. Осы жолға әдемі болып өсті. Енді өзіміз қатты ризамыз. Өзіміз де ризамыз, бұл дүниелерімізде өте риза болды. Осы бір порциясы бүгін қалды. Бүгін ол полный балапандарға бұл дүниелерге кететін болады. Ал мынау енді бізде бұйырса келесі порция. Бұл осыдан кейін мынаны бүгін бетін жауып қоямыз осыны. Бүгін и келесі күні мына жаққа тағды. Мынаны беріп қойғаннан кейін мынаның орнына басқа бидай жаятын боламыз. Сол кезде кезекпен кезек өсіп отыратын болады. Сіздер де көріңіздер. Барлығыңызға сәттілік.